Бәріңізге ассалаумалейкум. Бізде өткендегі роликтен кейін көптеген адамдардың сұрауы бойынша осы FAF 1024 автокөлігінің тоқ жағын кішігірім сіздерге түсінікті тілде түсіндіріп өткенді жөн көрдік. Так, кеттік ендеше әрі қарай. Мәшін ең бірінші FAF автокөлігі қызбай қалуының себебі және перебойының себебін біз қазір сіздерге айтып өтетін боламыз. Біз бұл мәшінмен 3 күн жағаласқан болатынбыз. Тоқ жағының бәрін, проводтарды бір-бірлеп тексеріп, бәрінде тоқ бар ма, жоқ па, соның бәрін, импульсы қайда, тоғы қайда, соның бәрін қарап тексеріп. Сонымен сөйтіп мәшін қызған жоқ, қызған күннің өзінде перебойы кеткен жоқ. Сонымен біз газдың проводын газдың компьютермен бірге айырып тастадық та, бірінші бензинмен қыздырып көргенде жөн көрдік біздер. Так, енді әрі қарай айта кететін жайт, мына жерде кішігірім тоқ жағынан түсіндіріп өте кетейік. Мына 1, 2, 3, 4 штекер бір-біріне кіріп тұрған. Бұлар сізде бензин насосының релесі, вентилятордың релесі, замок зажиганиенің релесі, сосын мына жақтағы плюсовой стартердің релесі, бәрі, в общем, осы жерде орналасқан, осының ішінде бәрі. Сосын так, бұдан шығатты бізде жартысы былай қарай мына жаққа кетеді, жартысы былай қарай уже мәшіннің артқы жағына қарай кетеді. Так, енді әрі қарай. Так. Сосын так бізде мына жерде уже проводтан алжасып кетуге болады да осындай моменттерде. Бірақ сонда да сіз бәрін аккуратно жасасаңыз, бәрі де сізде получается. Так, қызыл көк провод, қызыл ашық түсті көк провод. Бұл бізде бензин насосының плюсовойы, минус ол. Міне минусы бұл мына жерден алып, мына жерде. Так, сосын мына жерде 2 штекер кеткен, біреуі үлкен, біреуі кішкентай. Так, мынау именно сізде плюсовой контактілер, ал мынау ана тұрған штеки импульсный проводтар. Енді әрі қарай. Енді мына жерде проводтың уже светтеріне тоқтала кететін болсақ, егер сізде біз жаңа қарап жатқанымыз, егер сізде көлік қызбай қалса деген теманы әлі қарап жатырмыз. Так, мына жерде кететіні ақ түсті қызыл полосамен провод, бұл бізде катушканың искраның плюсовой проводы. Бұл провод оңайлыққа кете бермейді. Бұл жерде тек қана мына импульсный проводтар сізде 2 цилиндр жасамай қалады. Ал егер де сізде 1 цилиндр жасамай қалса, онда уже под замену катушка. Ал егер 2 цилиндр бірден жасамай қалса, онда уже тоқ жағы, әлде болмаса механический жағы. Ол кезде катушка ауыстырмайсыз. Так, енді біз жаңа айтқан катушканы түсінікті қылып, солай сіздерге түсіндіріп кеттік. Енді так штекерді мына боковойынан так теріс айналдырамыз. Теріс айналдырғанда бізде мына жерде қызыл қара полосасымен провод бар. Бұл бізде 4 бензиновый форсункінің 4 плюсовойы. Так, енді форсункілерге тоқтала кетейік. Қара қызыл түсті провод 4-ші форсункінің плюсовойы. Қасындағы қоңыр сары провод бұл импульсный 4-ші форсункінікі. Так, қызыл қара плюсовой, қоңыр қызыл бізде 3-ші форсункінің импульсы. Так, қара қызыл плюсовой, и сосын мына жасыл көк түсті полосамен бұл бізде импульсный. Так, енді ең соңғысы қызыл қара бізде плюсовой, біріншісі, және көк түсті проводтың өзі импульсный проводы, бірінші форсунканың. Егер кімде осындай көлік қызықтылау болып жатырса, лайк басыңыздар, каналымызға тіркеле кетсеңіздер, әлде сіздерге қызықты видео роликтер алдыңғы уақытта бұйырса, алла бұйырса түсірмекпіз біздер. Бәріңіз каналымызда болыңыздар, колокольчик басып қойсаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді.